Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Маруф. Бүгінгі видеода мен осы жылға 400 кучинский балапан алатын жайлы болады. Ал ендеше қанша штук болса да балапанды алу үшін ақша қажет болады. Алатын балапаным 10, 20, 30, 40 емес, бақандай 400 штук. Қазіргі арманым дәл қазіргі сәтте осы. 400 балапан 160 мың теңге. Ал оның светін, жемін, суын бәрін қосқанда бір талай қаражат кетеді. Осыншама балапанды сатып алу үшін мен жұмыртқа, балапан сатуым қажет болады. Қаражат жақсы түсіп тұру үшін мен осы тауықтарының балапандарын сатуым қажет. Себебі жұмыртқа сатқаннан гөрі балапан сатқан тиімдірек болады. Мен осы балапан тауықтан түскен пайданы копилкаға салып отыратын боламын, достар. Сол копилканың ішіне салған ақшаларды сіздерге көрсетемін. Мақсатыма бірге жету үшін 160 мың теңгені жиналғанша сіздерге қанша ақша салып отырғанмен бөлісемін. Қазіргі уақытта құс шаруашылығының сезоны енді басталып жатыр. Ендігі кезде тауықтар жақсы туа бастайды. Тек менің тауықтарым да емес, басқа адамдардікі де туады. Бұлайша айтқанда, конкуренция басталады. Мен ана жылы балапанды бірінші рет сатқанда өте арзан бағаға сатқан болатынмын. Бұйыртса, шамамен 3 айдан кейін мен 400 балапан кучинский алатын боламын. Бұлайша айтқанда үлкен проект. Ал сіздермен болған мен, қош, сау болыңыздар.